Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, barchalaringizga xayrli kun, bugungi kunlaringizga sәттілік. Cho'ta kundan kunga isib bora жатыр. Salqindayma desek. Sen pробкада turmiz. Алматының пробкасы айналайын ғой. Күнгеннен басқа вариант жоқ қой осынша. Пробкада тұрасың. Бүгін жұмыстармен шықтым. Бұйыртса шаруалардың барлығын бітіріп бір жаңалықпен бөлісіп қалуым мүмкін. Күтіңіздер. Не айтып жатсың, не? Еш нәрсе айтып. Не басын қай тасқа соғарын білмей жүр. Жоқ, ондай емес. Қойыңыздар. Болады. Қойыңыз олай дегеніз. Енді білесіз. Айтшы, не айттым мен? Қай жартасқа басын? Таппай жатыр екен, соны белгілі. Ей, қой, ей! Соны айту үшін аяғына жығылып отырып айтсаңыз, қалған сөз қалай? Ыңғайлы ма? Білмеймін, маған мысалы. Ыңғайлы ма сізге? Ой, жоқ, болды, андай не істеп жүр, жаңа. Шлей істеп жүр. Солай енді. Міндетті эфирді көріңіздер. Эфирде Нұрсұлтанмен танысамыз, Нұрсұлтан туралы толығырақ білеміз. Солай. Иә, үміткер күтемін дейді. Наяқтағылармен таныспаймын дейді. Естідіңіздер ғой. Перизаттың көңіл күйі қалай екен? Бәрі дұрыс па сізде? Үйреніп жатсыз ба біздің студияға, жалпы біздің елге? Да, я уже привыкаю. Единственное, до сих пор с языком проблема, а так мне все безумно нравится. Нашла для себя подругку уже. Кім? Аялым. Есть еще, много девочек. Все классные, все хорошие. Сіз Алматыға бұрын келгенсіз ба, жалпы Қазақстанда болғансыз ба? Да. Я к Киджолу келгем. Очень хотела тут пожить. Вот, я как раз... Қай қалаларында болдыңыз? Только в Алматы. Алматыға ғана келдіңіз. Мне нравится. Хочу тут остаться. Онда біздің жігіттер келсе, келін қылып Перизатты алып қаламыз, е? Алматыда. Басқа қалаға барғыңыз келмей ме? Сіз көрмедіңіз ғой басқа қаланы, көрсеңіз. Жағалы. Понравится? Добрый день всем. Как у вас дела? Смотрите, сегодня какие сережки у меня нежнейшие. Я отмечу магазин. Кстати, у них сейчас идет скидка. А на все аксессуары цена 1800 тенге. Эфир закончился только недавно, я пока привыкаю. Смотрите, нам сегодня цветочки подарил Эрнар, как приятно. Я же давно, кажется, не получала. Смотрите, какой у меня красивый образ был сегодня. Доброй ночи всем. Я сидела в прямом, мне было безумно приятно с вами пообщаться. Очень много
девочек написали мне. Я аж не ожидала. Насчет макияжа. Я сама же бывшая визажистка, я красиво крашусь, но когда на эфир выходим, нас красят. Из-за этого каждый день разный макияж. Так, многие написали снять видео, как я крашусь. У меня есть такие видео, вы можете посмотреть. А так я еще раз сниму какой-нибудь очень красивый макияж. Но не на этой неделе, потому что на этой неделе я поеду в Бишкек. У меня очень много дел, что много чего должна закончить. Я постараюсь в следующий месяц обязательно снять. Ой, на следующей неделе, то есть. Сегодня мы с этой красоткой пришли. Арайканы туған күнін құттықтауға бәріміз жиналып қалдық. Арайка келе жатыр. Яқта Дана жүгіріп жүр. Арайка қайда? Туған күнді күшті тойлап жатырмыз, бірақ мен жаратым өліп жатыр, сол үшін қалған стрестерді ертең салатын боламын. Қыздар, менде күшті бір идея болып тұр. Бүгін Асия Стайлдан менен, яғни покупка жасағандардың арасынан бүгін ертең Dyson подарить еткім келіп жатыр. Сумма бірақ бір 80 мыңнан асу керек. Dyson болады. И еще плюс қараңыздаршы, міне көрсетем. Қыздар, міне қараңыздар. 80 теңгеден покупканы асырсаңыздар, кімде кім асырады, онда осы Dysonды мен подаркаға беремін. Dyson кәдімгі күшті качествода, люкс качестводағы Dyson. Және де осындай сумка мамашаларға. Мені қараңыздар. Күшті сумочка менде новый, қараңыздаршы. Балаларыңыздың заттарын сабаласыздар да, стап бересіздер. Рюкзак па получается. Осындай беремін. Бұл сыйлық, бірақ покупкасын жазып кетем. Қанша покупкадан соңдарға. И осындай фенді сыйлыққа берем келіп жатыр сіздерге. Ал бірақ 80 асырған бір адамға осы Dyson бұйырады.